Бір шалғай ауылдық жерде ертеректе болған оқиға екен. Қыз бен жігіт үйленіп, ұлан-асыр той жасапты. 30 күн ойын, 40 күн тойын өткізіп, абыр-сабыр адам аяғы басылыңқыраған кешкі апақ-сапақ мезгіл болса керек. Жас келін отауынан шығып далаға шықпақ болыпты. Бұл жердің қыр-сырын білмейсің деп, қасына күйеуі де ере шығады. Жеке отаудан сәл әрігірек бір түп шеңгелдің түбіне қарай жас келін шапанды желең бүркеніп алып кете барады. Ақ көйлегінің етегі жер сызып бұраңдап бара жатқан келіншегіне сыртынан сүйсіне қарап күйеуі шеттеп қала береді. Сол мезетте кеште қоюланып ай туады. Шеңгел жақтан үп еткен дыбыс жоқ. Күйеуі дыбыс береді, тым-тырыс. Сәл тың-тыңдап, ал мен бара жатырмын дейді. Үн жоқ. Жігіт ақырындап бір түп шеңгелге жақындайды. Келсе, жан баласы жоқ екен. Жаңа ғана көз алдында құманын алып дүзге кеткен келіншегі құмға сіңгендей ғайып болыпты. Жігіт аттандап ауылды басына көтереді. Бүкіл ауыл болып ат тұяғы жетер жерге дейін келіншекті іздей бастайды. Келіншектің ауылына хабаршы шабады. Бүкіл ел жұрт аяғынан тік тұрып іздеу салады. Үшті-күйлі бір дерексіз кетеді. Көрдім, білдім деген жан болмайды. Арада жылдар өте береді. Келіншектен бір хабар жоқ. Жұрттар сан-саққа жорып бұл оқиғаның ізі суып күдерін үзе береді. Неше жаз, неше күз өтеді. Бір күні кеш қоюланып, түн түнегі түсе бастағанда сол ауылға алыстан баяу жылжыған бір бейне жақындай түседі. Алғашқыда оны ешкім байқамайды. Тек түннің түнегін әппақ ай қуып айнала ағараңдай көрінгенде ғана сыртта шаруасымен жүрген бірен-саран адам сұлбаны байқайды. Жақын маңда жаяу адам келетіндей ауыл да жоқ. Жұрт жиналып, бұ кім екен, жапан далада келе жатқан деп жалғыз адамды күтеді. Жолаушы жақындағанда жұрт гу ете қалады. Жапырлап жол ашып, ләм-мим деуге халдері келмей аңырап қалады. Басына шапанын бүркеніп, ақ көйлегінің етегі жер сызып, қолында құманы бар, бұл жоғалып кеткен келіншек еді. Тап бір жаңа ғана түзге шығып келгендей асықпай өз отауына енеді. Оң босағаға тізе бүге беріп, уф деп терең демін шығарады да бір жағына қарай қисайып құлай береді. Сол құлағаннан ол есін жимастан 3 күннен соң бақилық болады. Қыздың әкесі қолынан келген аямай, қызын тірі алып қалғысы келіп, бар тауып бақсы балгерді жинайды. Еш қайран болмаған екен. Көпті көрген атағы жер жарған молда, менің пайымдауымша, бұл қыз күн мен түннің алмасу сәтінде көшіп бара жатқан перінің көшіне тап болған сияқты. Күнмен жағаласып ұйықтама, күн батарда жас келіншек суға бармасын, жалғыз түзге шықпасын деген ырымдар бекер емес. Күн мен түн алмасарда перілер әсіресе белсенді болады екен. Бұл осындай періге соқтығысып қалған сияқты. Көшкен перілер өздерімен лестіріп кеткен. Енді бұл дүниелік адам емес депті. Я, қай уақытта болмасын, білген дұғамызды оқып, бісмілләмізді аузымыздан тастамағанымыз дұрыс. Қалайда бір тылсымның бар екені ақиқат.